Жақсыны сыйласаң, есіңнен кетпейді. Жаманды сыйласаң, есігіңнен кетпейді. Туғаныңмен сыйласпасаң, кең дүниеңе сыймассың. Сыйлап берген су, сатып алған балдан тәтті. Ел болам десең сыйлас, қор болам десең қастас. Ағайын сәні сыйластық. Біреулер басқаша таппай қинауды, үйретті өзі қинауды. Мына 3 ереженің соңынан мәңгі еріңіз. Өзіңізді сыйлаңыз, өзгені сыйлаңыз. Өз істеген істеріңіз үшін жауапкершіліктен қашпаңыз. Егер біреу бізді сыйламай қойса, біз өзіміз оған қапаланып, қатты ренжиміз. Ал шындығында пенденің барлығы өз ішінен, өзін өзі сыйламайды ғой. Жылтыраған жүзін сыйлама, кісілігін сыйла. Жылтыраған сөзін сыйлама, түсінігін сыйла. Ұлы істерге талаптанып, жолы болмай қалғандардың өзін құрметтей біл. Қиялдай алмайтын адам өзгелерге құрмет көрсете де, мейірімді бола да алмайды. Мені жетістігіме бола құрметтемеңдер, құлаған жерімнен қайта тұра алғаным үшін құрметтеңдер. Адамдар бір-біріне құрметпен және өзара жанашырлықпен қарауды үйрену керек. Өз өмірінде зиянды әдеттерді, тәуелділікті және құлдық сананы қабылдамайтын әрбір жан нағыз құрметке лайықты. Адамдар өзі құрмет тұтқан кісі өзіне сенім білдіргенде үлкен табысқа жетеді. Өзгені құрметтей алатындар ғана өзіне де құрмет көрсеткенін дәметсе болады. Кім өзін құрметтесе, сол бақытты. Бірақ есесіне өзіне әбден көңілі тоқ адам нағыз ақылсыз. Биік болсаң, аласаға кешіріммен қара. Аласа болсаң, биікке құрмет ете біл. Адамдар арасында құрметке лайық болудың басты сыры шынайы болуда және арамдық пен қулықтан аулақ болуында. Өзін құрмет тұтатын кісінің сөзін осыдан асқан құрмет жоқ деп қабылдап қалма. Сенің құрметіңе лайық адам да анда-санда қателесуі мүмкін. Адамдарды сыйламайтын адамды ешкім құрметтемейді. Өзін өзгеден төмен санап, өз-өзін бағалауды білмейтін адам шынында күндердің күнінде сондай құрметсіздікке тап болады. Берген уәдесінде тұра алмайтын адам құрметке лайық емес. Өзгеге құрметпен қарайсыз ба, жоқ па, ол сіздің таңдауыңызды емес, көрген тәрбиеңізді білдіреді. Осы уақытқа дейін үлкендерді құрметтеп, ұятқа қалған, әлсіздерге көмектесіп, кедейленіп қалған, қарияларға орын беріп, кемтар болып қалған ешкім жоқ. Құрмет және сыйластық туралы айтуды бәрі біледі. Ал ешкімді ренжітпеу көпшіліктің қолынан келе бермейді. Біреуден көңілің қалғанда, оның жаман адам емес, жай ғана сен оны өз деңгейінен де жоғары бағалап, оның қолынан келмейтін нәрсесін күткеніңді түсінесің. Сыйлаудың да шегі бар. Ал махаббат шексіз болуы керек. Кімді шын көңілден құрметтесе, оған ешқашан жағымпазданбайды. Өйткені сыйы бар жанды бәрі құрмет тұтады, ал жағымпаздану мазақ еткенмен тең. Ешкім ешкімді мәжбүрлі түрде жақсы көруге міндетті емес. Бірақ құрметтеу парыз. Өзгелерге өзіңізді мәжбүрлеп сыйлатудың қажеті жоқ. Одан да өзіңізді дамытып, өзіңізбен айналысыңыз. Сонда олардың сізді құрметтемеуге лажы қалмайды. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.